2020 жылдың 9 наурыз күні Көлетарас тарихи этномәдени кешенінің көрме залында Жамбыл облысы әкімінің қолдауымен өткен көрпе фест мега фестивалінің нәтижесі бойынша қатысушылар марапатталды. Облыс басшылығының атынан барлықтарыңызға тағы да айтатыным, әсіресе Ырза Тұрсынзада-қызына мыңда бір рахмет. Біз әр уақытта осындай фестивальдарды біз қолдаймыз. Әрине, фестиваль болғаннан кейін оның енді жеңімпаздары болу керек, барлығы жеңу мүмкін емес. Но бірақ ойлаймыз, келешекте осы бүгінгі жеңбеген қатысушылар келесі жолы жеңімпаз болады деп. Тағы да барлығы енді құтты болсын. Осындай жақсы игі шаралар елімізде көп болса, онда біз жаман болмаймыз. Оның үстіне мереке кезінде осындай сіздердің ұйымдастырғандарыңыз ол үлкен бір басқа да осындай шараларды көбірек өткізуге қолдау, қозғау болады деп есептейміз. Тағы да үлкен рахмет, барлығы құтты болсын. 3 күн бойы өткен фестивальдің үздіктеріне Алтын Орда авторлық дизайн үйінің ұлттық қолөнер технологиялары бойынша алғашқы курсын тәмамдаған үшін сертификаттар мен тігін машиналары тапсырылды. Құрмет қошеметтеріңіз. Канибетова алтын шаш марапатталады. Жақсы бізге мәліметтер керек, тренинг өткізіп, семинар өткізіп, осы семинарды біз көп нәрсе түйіп алдық. Көпбалалы отбасы алтын алқа деп сыйлап жатыр. Өте рахмет. Осы фестиваль бұрын соңды Таразда болмаған, жастарды бүйтіп бауламаған. Осындай фестиваль көбейе берсін. Осыдан әсеріміз өте керемет көп, үлкен адамдар көп.